Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай құмырсқаның илеуі деп аталатын торт, яғни муравейник жасайтын боламыз. Өте керемет, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен жұмыртқамыз бен шекерімізді миксердің көмегімен немесе венчиктің көмегімен жақсылап шекеріміз ерігенше араластырып алатын боламыз. Үстінен сүтімізді құямыз. Үстінен бөлме температурасында еріп тұрған осындай қолды басқан кезде езілетін сармайымызды саламыз. Бұл сармай міндетті түрде тоңазытқыштан 2-3 сағат бұрын шығарылып, осылай бөлме температурасында еріген болу қажет. Микроволновкада немесе газда еріген май жарамайды. Барлығын миксердің немесе венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін осындай содамыздың үстіне 1 шай қасық алма уксусын саламыз. Алма уксусы болмаса 7-9% уксуста жарай береді. Осылай жақсылап барлығын араластырып алғаннан кейін қамырымыздың үстіне құямыз. Барлығын жақсылап миксердің көмегімен араластырып аламыз. Енді кезекте бөлек ыдысқа салынған електен өткізілген ұнымызға қопсытқышымызды, яғни разрыхителімізді қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Алдын ала дайындап қойған сұйықтығымыздың үстіне ұнымызды саламыз. Қолымызбен араластыра отырып, жұп-жұмсақ қамыр елеп алатын боламыз. Бұл жерде ұнның көлемі описание бөлімінде 400 грамм деп тұр, бірақ ұнның тығыздығына және де жұмыртқаның үлкен кішілігіне байланысты 20-30 грамм ойнауы мүмкін. Сол себепті осылай илеген кезде жұмсақ болғанша, қолға жабыспағанша ұндарыңызды қоса отырып илейтін боламыз. Ұнның мөлшері 380-420 грамм арасында өзгеруі мүмкін. Осындай жұмсақ қамыр илеп алғаннан кейін теңдей етіп көз мөлшерімен 5 бөлшекке бөліп алатын боламыз. Осылай көбірек бөлшекке бөлсеңіз тезірек қататын болады, және де осылай жіңішкерек қылып сопақша пішін беріп қолымызбен осылай тегістеп жұқалау етіп салатын боламыз. Сол кезде қамырыңыз өте тез қататын болады, және де үккіштен өткізген кезде ыңғайлы болады. Енді әр қамырымызды бөлек-бөлек салафанға салып, мұздатқышқа қатырып аламыз, немесе осылай пищевой пленкамен осылай бетін жауып, бөлек-бөлек салсаңыздар болады. Бөлек-бөлек салу керек міндетті түрде, себебі алған кезде әр қайсысын жеке-жеке алып шығаратын боламыз. Қалғандары еріп кетпес үшін осылай бөлек-бөлек салыңыздар. Барлық қамырымызды осылай салфанға орналастырып алғаннан кейін мұздатқышқа, яғни морозильникке 3-4 сағатқа қойып аламыз. Тастай болып қатуы керек. Көріп тұрғаныңызда мінекей бөлек-бөлек болып тұрады. Мұздатқышқа қойған кезде бөлек-бөлек қойып 3-4 сағатқа қатырып алатын боламыз. Рецептке қажетті барлық заттардың тізімін және мөлшерін описание бөлімінде жазып қалдырдым. Мінекей бізде 3-4 сағат уақыт өтті. Қамырымызды бір данадан ғана шығарып, пергамент қағазы төселінген формамыздың үстіне үккіштің ортаңғы бөлігінен өткізіп аламыз. Осылай қамырды барлық шетіне үккіштен өткізіп жайып шығамыз. Осы қамырыңызды шығарған кезде тек бір данадан ғана шығарыңыздар, барлығын бірден шығарып жіберуге болмайды. Қамырыңыз еріп кетеді. Сол себепті осылай тек қана үккіштен өткізетін қамырыңызды бір формаға бір қамыр жеткілікті болады. Осылай жасап алып, барлығын шетіне жайып, 180 градус қызып тұрған пешке салып, қызарғанша пісіріп аламыз. Қатты қызыл болып кетпесін, ақшылтым қылып шығарып аламыз. Мінекей бізде пісіп шықты. Енді осы пісіп шыққан қамырымызды осылай бір ыдысқа салып жинастырамыз. Енді келесі қамырымызды шығарамыз. Оны да дәл осылай жасап аламыз. Міндетті түрде осылай бір-бірден ғана жасаңыздар. Қамыр бір-бірінің үстіне қойылып, тығыз болып қалмасын. Осылай жайып отырып, үгітіп шығамыз. Екінші қамырымыз да болды. Қалған қамырымыздың да барлығын осылай жасап аламыз. Қамырымыз да пісіп шықты. Барлығын бір ыдысқа жинастырып аламыз. Қалған қамырларымызды дәл осылай пісіріп аламыз. Енді барлығын осылай езіп алатын боламыз. Оқтаудың көмегімен езсеңіздер болады. Салфанға салып, үстінен оқтаумен езсеңіздер болады. Немесе блендермен де езсеңіздер болады. Бірақ маған осылай қолмен езген ұнайды. Үлкені, кішісі аралас болып жүреді. Кремін дайындаймыз. Сгущенкамызды құямыз. Үстінен вареный сгущенкамызды салып, үстінен бөлме температурасында еріп тұрған сармайымызды салып, барлығын венчиктің немесе миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Осымен креміміз дайын. Дайын болған кремімізді жаңағы дайындап қойған қамырымыздың үстінен салып, астынан шам алғаны бөлшегін алып қаламыз. Ол бетіне жаққанға керек болады. Қалған бөлшегін жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі әдемі болғанша араластырып шығыңыздар. Арасында қалып кетпейтіндей осылай бір келкі араластырып аламыз. Осымен біздің муравейнигіміз дайын. Қалауыңызша кез келген форма жасасаңыз болады. Мен осындай стаканның көмегімен стаканды шамалы ғана суға малып алып жасап отырамыз. Стаканның іші шамалы сулы болса, сонда сіздің муравейниктеріңіз ішіне жабысып қалмайтын болады.
Ішін осылай бетіне дейін толтырып, төңкерсеңіз өзі бірден түсіп қалатын болады. Стаканыңызды осылай бір рет малып алғаныңыз 2-3 жасағанға жетеді. Мінекей осындай болып шығады. Қалғанында барлығын осылай бірінші стаканды суға батырып алып, кейіннен осылай ішіне толтыра отырып жасап шығатын боламыз. Дайын болған муравейниктерімізді кекстің ең кіші қағаздарына саламыз. Егер тапсырысқа жасайтын болсаңыз, міндетті түрде осындай қағаздарды қолдануға кеңес беремін. Енді алдын ала алып қалған осындай кремімізді муравейниктеріміздің үстіне жағып шығамыз. Үстінен магымызды себеміз. Осымен біздің муравейниктеріміз дайын. Нақты қанша шығатыны сіздердің стакандарыңыздың көлеміне байланысты. Муравейниктер өте керемет болып шығады. Дәл осы рецептпен сатылымға шығарып жасасаңыздар да болады. Және де менің каналыма өтіп, басқа да қызықты рецептерді көре аласыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым баршаңызға рахмет.